Бауырлар, Кавказ авто рыногына келдік қазір. Осындағы көліктерді бір шолу жасап көргім келіп отыр. Но бірақ байқап отырған шығарсыздар, көптеген қатарлар өзі мына жақта мысалы босап қалған. Яғни біраз көліктер өтіп кеткен. Қандай көліктер қалған? Өңке 13-14 жылғы Камрилар қалыпты мына жағында. Яғни оларға деген сұраныс қазір азайды, шыны керек. Мына қатарлардың бәрі Камри толып тұрған мысалы. Жылы жаңа көліктер жақсы өтіп жатыр. Официальный растаможка жасайтын көліктер. Қазір шолу жасайық, қарайық, бағаларды көрейік. Не айтады екен? Иншалла. Авто тақиямен бірге болыңыздар. Аукционнан алған тиімді. Расын айтқанда. Бізге бірден көзге түсіп жатқан жерде Сиен автокөлігі екен. Так, 14 мың бірдеме сұрап тұр, қай жылғы? Қарап жүрек 14.500 дейді, яғни 14 мың долларға беретін растаможкасымен 15.500-ге шығады 13 жылға. Міне осындай жаңа бір клиентіміз сұрап жатыр еді, осындай көлік бар ма, қаншадан деп. Міне бар екен. Жалпы көруге болады, тексеруге болады. XL комплектацияда. Вин-кодын қалдырып кетейін мен жерде міне. Вин-кодын тексеріп көруге болады, егер қызықтырса. Саудаласып. Міне осының 13 жылғар осындай болып жатыр. Жаңа біреу 13-14 жылғы Сиеннің бағасын айтып жіберген ғой. Сиен тұр екен. 18-19 жылғы Сиеннің бамперларын салған, AVD дейді. 16 жылғыны 18.800 долларға сұрап тұр бағалар. Көріңіздер міне. Жалпы аукционнан бұндай идеальный варианттағы көліктерді 10 долларға, 9 мың долларға ұтуға болады. Келуімен, ремонтымен бір 13-14 мың долларға шығады. 15 мың долларға. Есесіне 3-4 мың доллар қалтаңызда қалады. Бұны енді мен состояниесін тексеріп жатқан жоқпын, вин-кодымен қалай болған. Жалпы баға осындай болып кеткен. Бұрын осы 16-ларды біздер 14-15 мың доллардан алатын едік. Баға көтерілген. Toyota CHR деген екі объемдағы өте компактный, шағын. Әйел адам мен қыз балдарға өте ыңғайлы көлік. 18 жылғы 16.800 доллар сұрайды. Вин-код қалдырып кетейік, қызықтырса біреулерді. Проекция жоқ екен. Вин-кодының саны 375-343 деген. Яғни 360 градус жоқ. JBL жоқ. Бауырлар, маңдай Lexus ES 350 пробег 19 жылғы дейді. Фарлары өзі бөлек. Lexus деген маңдай жазуымен. Қызыл салонда. Camry XC комплектацияда 70-тік. Белый жемчуг. Қызыл салонда. Базар жоқ. 29.500 доллар сұрайды 20 жылға. Шамамен 11 миллион жарым, 12 миллион жобасына шығады. Под ключ қазақ учетта. Осындай көліктерді де қараса болады. Өте әдемі. CHR деген. Тек қана панорама крышасымен ғана. Осындай көліктерді қарауға 29 мың дейді. Базар жоқ. Аукционнан бұндай көліктерді қазір 14 мың долларға, 15 мың долларға тұр жатыр. Под ключ көшерге келуімен 20 мың долларға шығады. Мысалы. 45 мың доллар сұрайды. ES 300 мынау дейді. 300. Яғни бұл гибрид болып тұрған осында. 300 болса, 350 ғой бәсе, қате жазған. 45 мың доллар. 19 жыл. Осындай көлік аукционға мен қатысқым кеп, ақшасын ұсынып қойған едім. Егер ұтып алатын болсақ, иншалла алдағы уақытта алып келеміз ол көлікті. 45 мың доллар дейді, базар жоқ. Сиен автокөлігі бауырлар, шоколадный цветте. Жылы 18, по бирку 18. Мұнда 19 жылғы деп қойған, негізінен 18. Так, 27 мың доллар сұрайды. Так, вин-кодымен бір қалдырып кетейін. Дегенмен ссылкасын тастайым. Бұл көлікке бір разоблачение жасап жіберейік. 27 мың доллар сұрап тұр. Көлікте бұл жақта соққысы болған, детальдар ауысқан. Жалпы аукционы 8300 долларға ұтып алған. Келуімен, осы жерге под ключ дайын болуымен 15 мың долларға шыққан көлік. Осы идеальный вариантта осы жерге дейін келуімен 15 мың доллар тұрады. Жалпы шығынымен, жолымен. Балтимор деген жерден алған, доставкасы 840 доллар. Енді өздерін есептеп көріңіздер ал. Үстіне қанша мың қосып отыр. 15 мың долларға келген көлікті 27 мың долларға сатып тұрмын жерде. Базар жоқ. Бауырлар, маңдай бір Lexus'ның ішіне отырып алдық.
айдап көргім келіп отыр қазір. Бөлек, а? Қайсы Lexus бұл? Lexus LS 500-дік 2017 жылы жапондық сборкада. Қазір бір тапқып көрейік те. Көлік өте мош, базар жоқ, шыны керек бауырлар. Комфорт десе комфорт. 3.5 твин турбо, в общем, двигатель. Бөлек екен. Мынандай көлік деген $65,000 сұрап тұр. Қазіргі бағасы осы жердегі көліктің өзінің бағасы. Базар. Сіздерге бір сыртын көрсетіп жіберейін де. Не көлік екен? Иншалла. Сосын, мына жерде мынау парковкаға былай салады, заднияға былай қояма бір демек екен. Мынандай бар екен де. Өзі орнына қоятын нелердік сияқты ғой. Приустардың несі сияқты коробкасы деген. Солай нетеді екен. Нейтрал көйде тұр. Басынан парковка өтседі. Мош. Міне жалпы сыртқы көрінісі. Светодиод. Осы көлік S-класс байты. Мерстердің S-класс сияқты, бизнес-класс. Мош. Тапап көргім келіп отыр осыны.